төлеген адамдардың ақысын біз төлеуге міндетті емеспіз. Ол қыз жігіттер, жас жігіттер бізден сұрап жатыр. Неге біз сіздердің тойларыңыздың ақшасын төлеу керекпіз? Сіздерде намыс деген, ар деген бар ма вообще? Бетсіздер, бетсіз кісілер, адам деп айтуға тұрмайтын нақұрыстар. Қызына жерде нерв болып отыр. Короче, сұрақ қойыңдар деп инстаграмға бір сторис салып қойған ғой. Сөйтсе елдің бәрі Шерхан туралы жазып жатыршы. Неме дейді? Бір сұрақ. Нағып Шерханның қасыңызға алып жүрмейсіз Шерханды. Тастамай. Көз жасы жүрмейді дейді. Жоқ, болады, бұл адамдар уже баяғыда айырылысып кеткен, білесіздер, иә. Бота уже нерв болып отыр. Бір-екі сұраққа жауап берді, болды осымен доғарыңыздар десе, қойма, елдердің бәрі жазып жатыр. Еще, кстати, маған да көп адам жазады. Бота мен Шерханды қосыңыздар. Құдай-ау, қосып көрдік. Одан еш нәрсе шыққан жоқ. Еще біреулер жазады, Ботаның мінезі нашар, анау-мынау деп. Сіздер білмейсіздер ғой, Ботаның қандай адам екен, қасында жүрген жоқсыздар. Телефонда, стористағы, образдағы адам ол басқа, мысалы, да? Адам ашыла бермейді. Мысалы, мен қасында жүрмін, Ботаның қандай адам екенін мен прекрасно білем. Мен бұл жерде енді Шерханды да жамандап тұрған жоқпын, бірақ екеуі бір-бірінің адамы емес та, олар вообще қосыла алмайды. Біз көзіміз жетті, содан кейін ары қарай уже мы даже не стараем. Екіншіден кеше Шерханның жылап атқан бір видеосы маған елдің бәрі жерді да, Зухра ханым, Бота екеуін қосыңызшы деп. Жылап жататындай қандай ситуация болды деймін да, Бота. Мен жылап үйренемін ол. Камера көрсем жылап бастап ше. Мен айтам да, Бота Шерханның баласымен кездесуіне ешқашан қарсы болған емес. Қарсы да емес, иә. Енді еркек адам өзі келіп, мен баламды көрем демесе. Кеше мен сол жібергеннен кейін қош деп жаңағы бәрін до конца көрдім. Эфирді сол жерде Шерхан айтып жатыр. Не дейді? Мен барсам, жүрегім ауырады, мен қайтадан сөйлескім келеді, сол адамның қасында болғым келеді деген сияқты бір нәрселер айтты да. Мысалы, сонда мен ұмытқым келеді дейді да, сонда ол баласын ұмытқысы келе ма? Или баласын көру үшін сонда обязательно әйелімен бірге болу керек па, или я вообще не понимаю. Просто баласын көрсін. Не обязательно. Ботамен сөйлескен кезде мен білем ғой, мысалы, сен біреумен сөйлесесің ба, сен біреумен сөйлесесің ба дейді да, мысалы, өзіне қатысты емес сұрақтарға қояды да. Зачем ондай сұрақтар? Просто чисто баласын көрсін. Еркек адамдар баласы болғаннан кейін баласына көңіл бөлуі тиіс деп ойлаймын мен вообще. Әйелмен ажырасма болды. Бірақ әйелді ортаға қосып, анау-мынау деген әңгіме. Как ты думаешь, Бота, өзің? Не ойлайсың вообще осы тұста? Не десеңдер. Анан бері ішіңе сыймай жынданып отырдың айтса? Жоқ, бірер жазып да енді. Типа, ренжімеңіз, бірақ сіздің түріңіз суық, сіз андай мінезіңіз жаман, сөйтіп көрінесіз, ешқашан күлмейсіз, сіз постоянно сөйтіп жүресіз. Типа, не дейді? Стервасы дейді да маған. Сосын жыным келеді да бір, мен бір андай эфирда өмір бай бір сызылып, беспедайым үзіліп, бір андай бір бүйтіп инабаттыланып, ибаланып, бүйтіп отқан қыз болып, сөйтіп байға тиіп, сөйтіп бір алдап үйленіп, деп қалай бармын солай көрсетіп, сөйтіп шықтым ғой. Құсым мен аспаннан салбырап түскен жоқпын деп байға тие салып, ертесіне бүйтіп ұйқымнан тұра салып 180-ге өзгеріп кеткен жоқпын. Ақботаның мінезі. На самом деле, менің мінезім деген, это комфорт. Мысалы, Альвира, сен айтшы. Альвира менің қасымда жұмыс жасайды. 24-7 мен жүрем ғой. Ол шынымен де Ақботаның негізі мінез комфорт. Бірақ ол бір көрген адамға сразу ашыла салмайды. Бір көрген инстаграмдағы адамдарға ха-ха-ха деп олай жыртындап қалған қыз емес. Ол как она есть жүреді. Ал бірақ жанында жүріп, көбірек жүргеннен кейін ол ашылады кәдімгідей. Кәдімгі комфорт қыз. Ешқандай стерва емес. Ашылып әңгіме айта алады, әзілдесе алады. Солай мінез негізі өте жақсы. Былайынша Зухра болса, Нурка бәрі бар ғой. Олар мысағанды деп жүреді да, олар көре алады да. Мен ондай адам емеспін, натурамнан ондай адам емеспін. Құрсын маған көшеде біреу көрсеш, жыныма неме көріп тұрмаған деп ше. Мен сондай адаммын өзім. На самом деле біздің общий какой-то Зухраның өзім. На самом деле біздің общий какой-то Зухра, Нурканың бәрінің арасынан мінез жағына салсақ, менің мінезім деген ойбау. Жоқ қой менде мінез. В общем, сонымен енді Шерхан туралы тақырыпты маған да жазуларыңызды қойсаңыздар. Қос деген сияқты. Просто әр адам өз адамын тапсын. Шерхан өзі бақытты болсын, өзі адамын тауып, Бота өзінің адамын тауып бақытты болсын, болды. Басқа бұл жерде басқа қосар нәрсе жоқ. Салам, бүйтем, салам, сөйтіп
пабликтарға тарайды, фандар алады, пабликтарда неше түрлі қылып надписпен салып қояды құрсын. И комментариясын ашсаң болды, Шерханға ұқсамайды, шешесін алмай қалған, копия өзі ғой мынау. Мен сендерге күйеуге шыққан кезде, либо көтерген кезімде, туатын кезімде Шерханнан аумайтын бадин беремін деп бір гарантия берген адам құсатып ше, давлениемді көтересіңдер ғой. Уже сен сондай нәрселер менің нәжемде тұр да. Егер ол Шерханның баласы болмаса, неғып жылап отыр эфирда? Неғып жылап отыр? И постоянно мен айтайын, байдан қайтып келген ажырасқан қатынның артынан бір дені сау әңгіме жүрмейді ғой. Анамен жабыстырып қояды, мынамен жүргізіп қояды, мынамен бүйткізіп қояды. Ауырып болдым, енді біраз шаруаға кірістім. Бәрі кезекпен тізіліп қалған екен. Бірінші шаруа, мынау TikTok желісінде менің атымнан өтірік парақша ашып, сіз 2 миллион ұттыңыз, 1 миллион ұттыңыз, Алматы қаласынан пәтер ұттыңыз, машина ұттыңыз, айфон ұттыңыз, соған комиссия ретінде 9500 теңге салыңыз, 17500 теңге салыңыз, 25000 теңге салыңыз деп салғызып алған адамдар болған. Жаңағы менің бас бухгалтеріме салыңыздар деп, Ырысбала Икрамбай деп әдемелеп парақша ашып, менің фотомды қойып, сол балалардың мынау ең крупный суммада көп адамды алдағандар ұсталды. Семейдің Аягөз деген жерінен екен, тиісті құзырлы органдарға арыз жазылды. Енді олар кешірім сұрап, біз шығынның бәрін өтейміз деп жатыр. Енді халқым, бұл жерде менің шығыным бұл жерде менің атымды пайдаланып сіздерді алдағаны болып тұр да. Мен енді адвокат жалдадым, Семейге барды, моральдық, материалдық шығынымды мен өзім өндіріп алам. Бұл жерде потерпевший, яғни зардап шегуші сіздер. Әсіресе мынау Қанат Ринатұлы деймін, бас бухгалтеріме сал, мен Ырысбала Икрамбайдың бас бухгалтермін деп жүргендер. 16 жастағы балалар, сенесіздер ма? Ата-анасымен қосып заң алдында жауап берсін деп мен талап етіп жатырмын. Сондай адамдарға алданған жандар осы уақытқа дейін менің жет атамды желдей көшіріп, маған жемеген самсама ақша төле деп мені қылқындырып жүрдіңіздер. Енді міне нағыз жаңағы айран ішкен тұтылар, шелек жылаған құтылар дейді ғой. Нағыз айранды ішкендер ақшаларыңызды алғандар ұсталып тұр. Енді сіздер маған дайректі мен қазір көмекшім оқып отырады, барлығын өзім оқып отырам, екі жақтап. Солай менің атымнан жазып, сіздерді алдаған адамдарға, алданған жандар, перепискаларыңызбен нақты чектеріңізді жіберіңіздер. И телефон номерлеріңізді қалдырыңыздар. Менің юристім хабарласады, адвокатым, юристім, екі адам хабарласу мүмкін. Соларға арыз жазасыздар. Міндетті түрде ол. Қазір енді менің атымнан алданған 5-6 адамның атынан арыз тіркеліп тұр. Сол бойынша құзырлы органдар жұмыс жасап жатыр. Және де енді алданған жандардың барлығы түгелдерлік арыз түсірсеңіздер. Әшейінде аузымыздан деген бір артық сөз шығып қалса, шешелерің егіз туғандай, жерден жеті қоян тапқандай жан-жаққа жария қылып саласыңдар ғой, осыны саңдар ал. Ырысбала Икрамбайдан алдандық деген жандардың барлығы жазыңыздар маған. Ал бұта не болды? Тетесің ба? Тетексің ба, бұта не болды? Ауыр отырм? Не алдыңдар ма түнде? Ақтан, қызылдан? Ішкен жоқ бұзайын. Не ауыр бұттың? Ауыр батыр дедім ба? Ауыр бұттың дегенде айттым ғой. Хош. Ой, мен сүйкімді ауыр жатайын. Не алды? Зонтикілді қойсы. Сүйкімді ауыр жатайын. Сүйкімді ауыр жатай бұта. Сүйкімді ауыр кетті қойсы. Қойсайды, экран сарылып кетті уже. Тағы айтсай, тағы ертеге қайт. Анан тағы айтам, ертең. Экран сарылып кетті бұта. Бұта. Тезде келді ма? Не берейін деп атсыңдар, Айнұр? Не берейін деп атсыңдар? Ақша берем. Тұрып амандаспайсың ба, е?
Мен әлі сақалақ сәбеймін, қырқынан шықпағам. 40 қадамға шақырыңыз. Шаршап келмейсің ғой. Жүдә бір тірлігім жоқ етті деймді. Кекіл кескенім қоғысын. Енді кекілді көтеріп, жатқызып, укладкасымен әлек болатын. Ойбай, тыныштық беріңіздер, ешқандай палашпаңыздар. Мә, осындай көп екен, мен негізі көп естеймін. Палашат, карташат, жоқ. Короче, анализ демекші, ол жақта біраз анализ тапсырасын. Заодно мен осы ринопластикасында полный анализ өтіп алдым. Әйтеуір шүкір денсаулығым бәрі жақсы екен. Қалайсыздар, біз бүгін вообще сториске шықпаппын, мен эфирден шығып, жанымда Ақерке бар. Ақерке екеуміз тамақ ішуге келдік. Ощущается Индиру. Индире и всем. да. Менің тиктокерласым. Сондай уже бар ма? Бізде бар осындай. Күнделікті қызықты видеоларды өткізіп алмас үшін менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.